Армысыздар, тектенінің тек ұрпақтары. Армысыздар кешке жиналған көпшілік қауым. Мағжан Жұмабаевтың 100 жылдығына арналған "Өлең менің шолпаным, айым күнім" атты әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз, қайталанбас құбылыс. Оның қуатты бойға жігер, жүрекке от беретін рухты үні, ізденістері мен жанашылдығы қазақ әдебиетін 20 ғасырдың басында Еуропа, орыс әдебиетімен тең қойған. Мағжан Жұмабаев қазақ өлеңінің ұлттық бояуымен рухын ұстана отырып, оны түрлендіріп айтқан, адам жанының сұлулығы мен сыр сымбатын жырлаған, осылайша қалың оқырманның жүрегіне жол ашқан халқының білікті де парасатты ақыны, өлмес өлең тудырып, артына өшпес із қалдырған, осы бір Мағжан сынды ғажайып ақынның аруақты жырына тағзым еткен абзал. Күн шығыстан бір пайғамбар күтеді деп, Мағжан Жұмабаевтың өзі айтқандай, аға буын жас толқыннан тың тосын дүниелер күтеді. Ендеше әдебиет сүйер қауым, бүгінгі әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Ортаға тұрғын берекені Мағжан Жұмабаевтың өмір дерегімен таныстыруға шақырамыз. Мағжан Жұмабаев өмір дерегі. Қызылжар өңірі Сасықкөл жағасында Әбілмағжан атты ұл саудагердің шаңырағында дүниеге келеді. Атасы Жұмабай қажы оны Мағжан деп те еркелетіп, сол ауылдағы зиялы молдаларды оқытады. Есейе келе Мағжан оқуын жалғастырып, Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс мәдениетінің жауһарларымен танысады. Небәрі 15 жасында қазақ ғұламасы Абайдың өнер шығармасымен тәнті болып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деп өлең жазады. Тіпті сол жылдары Уфадағы ең атақты Ғалия медресесінде өзінің тіркілік шығармашылық болмысын қалыптастырады. Мағжан омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, небәрі 19 жасында Шолпан атты шығармаларын басып шығарады. Мағжан әкесі оның қаншама қарсы болса да, әлеуметтік жолға бет бұрына қарсы болса да, ол ешқашан тайынбай, өз ойынан айнымай осы жолды таңдаған еді. Қазақ даласында болып жатқан саяси жағдайлардың бәріне белсене қатысып, алаш идеясын қолдаған болады. Ол Мәскеудегі өнер мектебін бітіріп, институтын бітіріп, Михаил Лермонтов, Александр Блок және де басқа да шығармалармен танысқан еді. Және олардың шығармаларын қазақ тіліне аударған. Алматыға келгенде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан секілді зиялы қайраткерлермен танысады. Алаш идеясын қолдағаннан бастап, оның шығармалары заңсыз орынға шығарылады. Және сол уақыттан бастап оның шығармалары дүкендер мен кітапханалар сөрелерінен өртеніп, Мәскеуге 10 жылға абақтыға қамалады. Бірақ Михаил Лермонтов пен Пешкованың араласуымен ол сол түрмеден уақытынан бұрын босап шығады. Алайда бір жыл өтер-өтпестен қайтадан халық жауы деген жаламен түрмеге қамалады. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев толықтай ақталып, ел болашағы үшін құрбан болған боздақтардың қатарынан табылады. Оның шығармашылығы қайтадан зерттеліп, білім ошақтары мен мәдени ошақтарда, елді мекендерде ақынның атымен аталуда. Ақынды құрмет тұтатын Түркия елі 2018 жылда Мағжан жылы деп жариялап, оның шығармаларын түрік тіліне аударып шығарады. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев көрнекті қайраткер, ұлт мақтанышы. Ол ел есінен ешқашан үзілмейді. Мағжан мәдениеті зор ақын. Сыртқы кестенің келісімі мен күйшілдігіне қарағанда, бұл бір заманның тегінен асқандай, сезімі жетілмеген қазақ қауымынан ертерек шыққандай. Сондықтан бүгінгі күннің бар жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, артқы күнге анық қалуға жарайтын сөз Мағжанның сөзі. Қазағым өркендесе екен, өз алдына ел болып, отау тігіп, тәуелсіз өмір сүрсе екен деп, қиын қыстау заманда елімде өткен қазақ зиялыларының есімін, атқарған игі істерін бүгінгі ұрпақтарымыз білуі тиіс. Осындай алаш қайраткерлері арасында Мағжан да тысқа қалмады. Келесі кезекте алаш аманатты көрінісі. Қабыл алыңыздар. Мен Әлихан Бөкейхан, ұлтым қазақ. Мен Ахмет Байтұрсын, ұлтым қазақ. Мен Жүсіпбек Аймауыт, ұлтым қазақ. Мен Міржақып Дулатов, ұлтым қазақ. Мен Жұмабаев Мағжан, ұлтым қазақ. Қазір жаппай халықтың сауатын ашу керек. Дәлелдеп алу керек.
газет шығарып, көздерін ашу керек. Әлихан аға, Алаштың бастағансын жарты жолда тастап кетуге болмайды. Бізді күшпен таратса да, бірлігіміз бен сана сезімге ешкім тиісе алмайды. Халыққа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мінезді болыңдар. Дұрыс айтасыз. Әдебиетті ешкім мақтан үшін жазбайды. Ол мінезден шығады. Осылайша халқының қажеттігін өтейді. Жер, отан. Сол жер үшін әрбір қазақтың тегі төгілген. Жердің асты мен үстіндегі кез келген игілік қазақ үшін қызмет ету керек. Ал оның әрбір түйір тасы түйме болып тағылу қажет. Ал отанды сату, ұлтты сатумен тең. Сондықтан да басымызға қандай да бір күн туса да қазақ үшін қызмет етуге ант етеміз. Ант етеміз. Оқу білім жанған шырақ сөнбейтін. Үйренерсен, іздеп көрсең талмасаң. Қу өнерді бұ еліне жеге сал. Пайдаларсын, қау жанарсын тоймасаң. Бірлік қып, іс істеуге, шорқақ жұртым. Табылса оңай олжа, ортақ жұртым. Сияқты қарағарға шуылдаған, үрейсіз, қоян жүрек, қорқақ жұртым. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашарлап қаларам бол. Қазағым бұлай жату жарамасты. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға. Иман күшті оларда мен жастарға сенемін. Алаш айбындыраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Қайраттың қайрағандар қазақ
сынып оқушысы Әлмира Данияр. Жүсіпбек Аймауовтың рөлін сомдаған 10-шы А сынып оқушысы Қасымқұлов Болатбек. Алихан Бөкейханның рөлін сомдаған 10-шы А сынып оқушысы Жақсылық Иман. Міржақ Дулатұлының рөлін сомдаған 9-шы А сынып оқушысы Серік Әсет. Ахмет Байтұстанов рөлін сомдаған 10-шы А сынып оқушысы Тәңірбай Ансар. Жүсіпбек Аймауытов сөзімен айтсақ, Мағжан сыршылдығымен, суретшілігімен, сөзге еркіндігімен, тапқыштығымен күшті, маржандай тізілген, торғындай үлбіреген нәзік үнді күйімен, шерлі, мұңды зарымен күшті. Оның өлеңдері әлде өкіндіреді, әлде мұңайтады, әлде жылатады, әлде есіркетеді, әлде жігер береді. Ендеше кезекті ақынның қаламынан туған жыр шумақтарының да кезегі келген секілді. Ақын өлеңдеріне кезек берейік. Өмір теңіз жоқ оның түбі шеті, сылқ-сылқ күлген, сиқырлы толқын. Осы өмірге кіргелі көп күн болды, енді бір ай толады 27. Мен жоқ едім, бар қылып анам тапты, содан бері күн талай шықты батты. Ес білгелі алыстым өмірменен, өмір теңіз толқыны тым көп қақты. Мен туғалы ағарып көп таң атты, қараңғылық жер бетін талай жапты. Ес білгелі алыстым жүрекпенен, ырық бермеді, қаңғырды, қолына тапты. Ессіз жүрек тулады, бермеді, ақыл сорлы ер алмай қалды тұрып. Ессіз жүрек бөгелше бір азырақ, отыстыр ғой үңіліп, артығыр. Мағжан Жұмабаев балалық шақ. Балалық шағы патшаның тағы, ала алмас оны бағалап. Көп өтпей жыл, тек жүрмей біл, ілгергі күнді сағалап. Үйрен білім жастықта, білмесең жанға қастықта. Білімге жүгір, жоқ ойдан түңіл, ерікке қоймай ентелеп. Қайтпас уақыт, қалдамын татып, бос өткізбей еркелеп. Бақыт деген бағасыз, қадірін білмес санасыз. Жастық деген алтын, құрып қалса алтын, салды оның үйрену. Өнер қу, бел бекен бол, надандықтан жирену. Мағжан Жұмабаев, туған жер. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер. Кіндік кесіп, кірімсінде жуған жер. Жастық алтын қайтып келмес күнімде, ойым ойнап, шыбын шіркеп қуған жер. Жаратылдым топырағынан сен түбім, жалғаны жоқ, бәрі сенен жан тәнім. Сенен басқа жерде маған қараңғы, жарық болар, шолпан айым сен күнім. Тәтті суың дәм аузымнан еш кетпес, қалың нуың қыр суына жер жетпес. Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып адамзатқа ер жетпес. Балақ түріп, қозы қуып жарысып, батпағында тең құрбымен алысып. Түнде ақсүйек алты бақан ал күндіз, үйретенде асаутайға жабысып. Адам басы алла добы деген рас, қалай қусаң солай кетпек сорлы бас. Кім біледі мен де шетке кетермін, туған жерім сені тастап басым жасым. Мағжан Жұмабаев, Орал. Ұзын Орал, күн мен түн шекарасы. Бір жағы күн, бір жағы түн баласы. Арғы жағы көк көзі жын ұясы, бергі жағы түріктен сардаласы. Асқар Орал, кәрі алып күзет тұрған. Күн мен түн арасында Қытай қорған. Денесі тас, қарағай қою мұрты, онмен сол түстікке ол мұртын бұрған. Қарама еш нәрсеге көзім тоқтап. Келіп ем, алыбымды аңсап жоқтап. Ұйқы дұшпан деген сөз дұрыс екен. Сол алыптан естіппен түнде ұйықтап. Кеш алыбым, жүзінді көр алмадым. Алдында еліп сәлем бер алмадым. Амал не? Сардаладан сақ елші боп. Күзеттегі алыпқа кел алмадым. Ұзын Орал, күн мен түн шекарасы. Өлім түн, өмір гүлді күн даласы. Өмір менен өлімнің шекарасын. Ұйықта бозбақ, ежелден жер баласы. Екі дүние, күн мен түн, өмір өлім. Бірі бесік, біреуі даяр көрін. Бала болып жата бер бесігінде, сардаланың еркесі қазақ елім. Мағжан Жұмабаев, жас Мағжан. Мағжан депті біздің бәкең баласын. Қарашығым, бүлдірген бөбек адасым.
Сұрайсың ғой қайдан келдің аға деп, енді қайда жол тартып сен барасың. Бұл сұраққа мен айтайын жауап. Ойдан шықтым, ойға тағы барамын. Көптен енді ұстамап ем қолыма, тотық қандай болды мынау қаламым. Оқасы жоқ, тотықса енді жазылар. Қаламымнан сөзім тағы жазылар. Сен бөбегім, ер жетерсің, өсерсің, толқындар да толқып басылар. Мен туғанда ақын ағам келді де, келіп маған ақ батасын берді де. Өз бөбегім жас балауса құрақтай, өмір керуен бір сәт тоқтап көрді ме. Мағжан Жұмабаев бір күні ерте оянып жаттым ойлап. Көп шыбын өлмелеген ұқпайды. Ұшқан боп жақындасып бір-бірімен тайдырып, орным қозғап түртіп ойладым. Қарадым, қалың тұман ойға түсті. Уыққа қарауымды дереу кестім. Шыбындай бір-бірімен талас қылған адамзат баласына енді көштім. Япырмау, осындай ау адамда. Бірі күшті, бірі жаманды. Күштісі әлімжеттік қылғаннан соң, әлемде жамандықтан аманды. Күшсіздер, сорлыларды атартаң жоқ. Көрінген бақ дәулеттен ұшқан жан жоқ. Жиғаны, бар тапқаны басқаны керек десе, тәңінде жалғыз жан жоқ. Деп ойлап, қалың ойда жатыр едім. Көп ойлап, ой дәміне татып едім. Естілі сыртынан апам даусы, ноқта бар, нағып тұрмай жатыр едім. Төсектен меңзең болып, әрең тұрдым. Ноқта алып, жел басына қарай жүрдім. Күшсіздер, сорлыларды атартаң жоқ. Деп ойлап, бая қойма қардай бердім. Қыздырып күн, ойлауға еріп бермейді. Мал шулап, ойларымды еп көрмейді. Күшсіздерді тырыссын, қатар болсын. Тастайын жоқ ойды, деп қол сермейді. Мағжан нені айтса да бейнелеп айтады. Ол үшін даланың тауы да, суы да, жері де ғажайып. Ақын өлеңдерінде адам мен табиғат астасып жатады. Қай шығармасында да Мағжан осы екі ұғымды бірлікте алып жырлайды. Бір өлеңіне анасына, жарына, жалпы адамға деген махаббатын, туған жерге қатысты сезімімен ұштастырып жатса, енді бір жырларында сол табиғаттың асыл жемісі адамды бәрінен жоғары қояды. Сахнада трио «Жаса Қазақстан» әнімен. Бірнеше көркем поэма жазған. Құлшы кен эпик ақын. Ол өз заманының толғауы, күрделі жайларын, халқының өткен тарихын жырлау арқылы көрсетуге ұмтылды. Өйткені артта қалған қазақ елін алға жетелеу тек сол халықтың қолынан келмек. Өз шығармаларында кешегі өткен батыр бабаларымыздың ерлігін жырлады. Бұл тұрғыдан келгенде Батыр Баян поэмасының маңызы ерекше. Реалистік негізде жазылған бұл поэма Мағжан поэзиясының биік асқар тауы болып табылады. Ендеше оқушыларымыздың дайындаған Батыр Баян поэмасының үзіндісінен сахналық қойылым назарларыңызға ұсынылады. Ақтун табысқанша. Қазақтың батырлары бәрі қыран, сонда да бір батыр жоқ баяндайды. Жауының бір жорықта бір сұлуын ер баян алып қайтқан артына сап. Баянның алып қайтқан сол сұлуы балдырған бөбектерінің 14 жаста. Сол сұлу екен атқан таңдай, бір соған бар сұлулық жиылғандай. Тісім меруерт, торғын ет, шапақтай бет,
сөздері сусылдыртып құйылғандай. Баянның інісі бар 15 жаста. Бөрінің бөлтірігі балан Ноян. Жас Ноян қызды көріп от боп кетті. Сөздері қызыл жалын жоқ боп кетті. Жер мен көк, ай жұлдызы тұман басып, бір қыздан басқа нәрсе жоқ боп кетті. Саған не болды? Неге сонша ыңғайсыз? Ноян бауыран кебем, мен сенің сүйгеніңе сенем. Сүйемін мен де сені тәңір куә. Тән түгіл, жанымды саған берем. Бірақ қалауым бар Ноян батыр. Адасқан аққу құстай мен бір пақыр. Арқаның аруы боп жүрсем дағы, алыста туған өскен жерім жатыр. Бөбегін шырылдатып ап кеткенде, ата-анам жылап зарлап қалған еді. Сорланам көкірегін көкке сауып, менен бір антын алып қалған еді. Ол не ант? Елдің шетін, анаң бетін бір көрмей, қолым ерге барма деген. Анама сөзім анау, өзім мынау. Жас Ноян, жүгінемін ер деп сені, екеуміз сарыарқадан сапар қылсақ, қатерсіз қосылымыз берік болмай ма? Қаны білер еді ғой қазақ қалмақ. Ол да бір саған туған жұрт болмай ма? Мейлі, даярым. Сөйтті де сарыарқамен есендесіп, екеуі ескен жердей кетіп қалды. Кетті олар, сәске болды ауыл тұрды. Алдымен ер Баянға хабар барды. Боз үйде жатыр екен Баян жалғыз, керілген күнгер келіп жас жолбарыс. Батырым, естідің бе Сұмдығай? Біздің Ноян қалмақ қызымен қашып кетті. Не дейді? Ноян? Ана қалмақтың қызымен ба? Жә, бара бер. Бірдеңе шешеміз. Ақыры ашу ерні билеп кетіп, жалп етіп сөнген шамдай ақыл өлді. Өлді ақыл, атып тұрып батыр Баян боз үйден оқ жыландай шыға келді. Алыстан екі қара көрді Баян, кілегей қара бұлттай төнді Баян. Ой жоқ боп, жүрек жоқ боп, күрекпін боп, соққардай сорғалаған келді Баян. Құс түгіл қаны бірге өз бауырын танымай қалғандай да болды Баян. Ноян, тоқта! Қайта ауылға! Сен қалмақтың қызымен өз еліңді, өз бауырыңды сатқан болдың ба? Қалмақтың қызымен сатқын болғаныңша өлгенің артық. Жоға! Көке! Есалаң жүрекке ерікмедім неге? Ойламай белді бекем будым неге? Қозымды қас жауымдай қудым неге? Майысым Ноян қалқам еркем арқам, қас қиып қарсы алдыма тұрдың неге? Бауырыма тас жүрегім жібмеді-ау. Бір ата, бір анадан тудым неге? Сарғылып, шіріп кеткір саусақтарым қанына өз қозымның жудым неге? Кінәсіз екі жасты өлтіргенше өлмедім, ішіп уын удың неге? Өз бауырын, өз сүйгенін өз өлтірген болар ма сірә сорладан менен? Алдымда көкежан деп күліп тұрған. Садаға кетпедім ау қозым сенен.
Ел беті, енді маған болсынарам. Алашым, аттанамын, жауымды өлем. Алдарыңызда өнер көрсеткен баян рөлінде 10-шы А сынып оқушысы Тәңірбай Аңса. Ноян рөлінде өнер көрсеткен 9-шы А сынып оқушысы Серік Әсет. Қалма қызы рөлінде 10-шы А сынып оқушысы Төремұратова Мадина. Хабар беруші рөлінде 9-шы А сынып оқушысы Жұмабек қызы Сұлу. Автор рөлінде 10-шы А сынып оқушысы Тұрғын Береке. Қазақтың асыл перзенті, алты алаштың ардақтысы, халқы үшін, елінің болашағы үшін жарқырап жанған, күнге ғана табынған, өзіне ғана бағынған, жүрегі мен жаны от, иманы мен ары от Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі сәулесі мәңгі сөнбес жұлдыз, қайталанбас құбылыс. Ғибрат аларлықтай кейінгі біз ақындық даусынан қалдырғаныз. Поэзия әлеміне жарық берген ұлы абай болғанда Мағжан жұлдыз дегендей, Мағжан Жұмабаев мұрасы мәңгілік сарқылмас қазына. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, өнерлі жас ұрпақтың қолында екені сөзсіз. Келесі кезекті әсем әнге берелік. Әдемі триосын орындауында жақсы адамдардың әні. Қабыл алыңыздар. Осымен қазақтың асыл перзенті, алаштың ардақтысы Мағжан Жұмабаевтың туылғанына 130 жыл болғанына арналған әдеби кешіміз өз мәресіне жетті. Жас ақындарымыздың, талантты оқушыларымыздың өнері шыңдала берсін, биіктерден көріне беріңіздер. Бейбіт күнде, қуанышты күнде жүздескенше сау болыңыздар.